Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 28-ші сабақ ш, ч дыбыстары тақырыбында сабағымызды жалғастыратын боламыз. Олай болса, сабағымызды 35-ші жаттығудан бастайық. Мәтінді тыңда. Жақсы мен жаман. Дихан атызға бір түп гүл әкеліп отырғызды. Гүл күннен күнге тамыр жайып, гүлдеп өсе берді. Бір күні, әй сен көп асқақтама, әлі өмірге келгеніңе өкінетін боласың, деген дауысқа жалт қараса, төменде ұсқынсыз тырбық шөп басын қылтитып тұр екен. Гүлдің көңілі ортайып, жабырқап қалды. Бірте-бірте солып, сарғая бастады. Амалсыз жанындағы өзінен жасы үлкен гүлге басын сүйеді. Жабырқама, сабыр ет, деп жұбатты ол. Адамдар оны арамшөп деп атайды. Одан әлі құтыламыз. Жамандардың өмірі қашанда қысқа. Жақсы сөз жарым ырыс деген ғой. Үлкен гүлдің айтқаны рас болды. Ертеңіне адам келді де арамшөпті тамырымен бірге жұлып тастады. Гүл қайтадан құлпырып өсті. Көп сырды ұқты. Өмірде жақсылар да, жамандар да бар екен. Балтабай Әділов. Мәтіннен негізгі ойды анықта. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе пікірлес. Жақсы сөз жарым ырыс мақалы бойынша өзіңе ой тұжырымдама жаса. Мәтінге жоспар құр. Құрған жоспарың бойынша мазмұндама жаз. Яғни бізде өмірде жақсы мен жаман қатар жүретіндігі туралы 10 пәленің 9-ы тілден. Сөзден құдіретті зор. Не айтсаң сол болады. Сондықтан тек қана жақсы сөз сөйлеу керек. Мінеке осы жоспар құратын болсақ, Диханның атызға гүл отырғызуы, шөптің сөзі, гүлдің көңілінің түсуі, үлкен гүлдің жұбатуы, адамның арамшөпті жұлып тастауы, гүлдің қайтадан құлпырып өсуі. Дихан атызға бір гүл отырғызып, тамыр жайып өсе бастайды. Бір күні қасында өсіп тұрған бір арамшөп оған сес көрсетіп, ауыр сөз айтады. Гүлдің көңілі түсіп, бірте-бірте солып сарғая бастайды. Қасындағы үлкен гүлге бас сүйейді. Үлкен гүл ол шөпте арамшөп екенін айтып, одан әлі құтылатындарын, жаманның өмірі қашанда қысқа екенін айтып жұбатады. Гүлдің айтқаны тура келіп, ертеңіне бір адам келіп арамшөпті түбімен жұлып тастайды. Гүл қайтадан құлпырып өсе бастайды. Ол бұл болған жайтта өмірде жақсылар да, жамандар да бар екенін ұқты. Келесі 36-шы жаттығу. Мақалды көркем жаз. Ашыны білмеген тәттіні де білмейді. Мақалдың мазмұнын қалай түсіндіріп айтасың? Мысалы, бақшаға көкөніс ектіңіз делік. Сіз ол үшін еңбектенесіз. Жерді қопсытасыз, дайындайсыз, егесіз, суарасыз, арамшөптерін жұласыз. Өнім шыққанда оны жинап аласыз. Осының барлығы үлкен еңбек. Ал сол өнімді азық ретінде қыс бойы пайдаланған кезде еңбегіңіздің ақталғанын түсінесіз. Міне осылай не нәрседе қиыншылықтар болады. Тек жетістіктерге, нәтижеге үлкен еңбекпен жеткенде ғана сіз оның қадірін түсінетін боласыз. 37-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Аспаз борщ пісірді. Тісті күніне 2 рет щеткамен тазалау керек. Шығармашылық үзіліс.
38-ші жаттығу. Құрамында ш, ш дыбыстары бар сөздер тауып айт. Ш дыбысы бар сөздерді себетке, ш дыбысы бар сөздерді жәшікке орналастыр. Ш. Чемодан, чемпион, чек, карточка, чемпионат. Ш. Ашшы, тосшы, щетка, борщ. Мінекей бүгінгі біздің қызықты тапсырмаларымыз бен жаттығуларымыз аяқталды. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.